Саламатсыздар ма, 6 сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. Бүгінгі сабақта біз сіздермен рационал сандар мен арифметикалық амалдарды орындауды үйренеміз. Арифметикалық амалдарға қосу, азайту, көбейту және бөлу амалдар жататындығын біз білеміз. Олай болса, қайталау білім анасы екендігін ескере отырып, рационал сандарға қолданылатын амалдар ережелерін және формулаларын еске түсіріп қайталап өтейік. Рационал сандарға амалдар қолдануда, яғни қосу кезінде, рационал сандарды қосу кезінде бізде екі түрлі жағдай қарастырылады. Таңбалары әртүрлі екі санды қосу және екі теріс санды қосу. Екі теріс санды қосу үшін біз модульдерін қосып, шыққан санның алдына минус таңбасын қоямыз. Таңбалары әртүрлі екі санды қосу үшін үлкен модульден кіші модульді азайтып, шыққан санның алдына үлкен модульдің таңбасы қойылады. Егер рационал сандарға азайту амал қолданылатын болса, азайтқышқа қарама-қарсы санды қосу керек. Егер азайғыш пен азайтқыш тең болса, айырма нөлге тең. Көбейту амалында бұнда да екі жағдай. Егер екі теріс сан көбейтілетін болса, көбейтінді бізде оң сан. Таңбалары әртүрлі екі сан көбейтілсе, көбейтінді бізде теріс сан болады. Бөлу амалында дәл осылай. Екі теріс санның бөліндісі оң сан, таңбалары әртүрлі екі санның бөліндісі бізде әрқашанда теріс сан. Олай болса, біз қазір сіздермен осы теориялық білімімізді қолдана отырып, мынадай тапсырмаларды орындап көрелік. Сіздердегі бірінші тапсырма графикалық диктант. Егер сіздер тапсырмалардың жауабына келісетін болсаңыздар, келіспейтін болсаңыздар, жоқ жауабын қоясыздар. Егер жоқ жауабын қоятын болсаңыздар, сіздерде үшбұрыш сызасыздар, және я жауабын таңдайтын болсаңыздар, сызықша сызасыздар. Бізде осы үшбұрыш пен сызықшалардан бізде сызба шығуы керек. Графикалық диктантты бастаймыз. Бірінші, екі теріс санның қосындысы әрқашанда нөлге тең. Минус 1 плюс минус 7 сандарының қосындысы минус 8. Екі теріс санның қосындысы оң сан болуы мүмкін. Минус 45 минус 20 тең минус 25. Таңбалары әртүрлі екі сандардың қосындысы оң сан болуы мүмкін. 18 қосу минус 9 тең минус 9. Қарама-қарсы сандардың қосындысы нөлге тең. Кез келген оң сан теріс саннан кіші. 0 қосу минус 31 тең минус 31. Соңғы сұрақ, екі теріс санның айырымы оң сан болуы мүмкін емес. Ендігі кезекте мен экранда жауабын шығарамын. Сіздердің жауаптарыңыз осындай болды деген сенімдемін. Жарайсыздар. Келесі тапсырма математикалық диктант. Яғни біз формуланы аяқтауымыз қажет. Екі теріс санның қосындысы бізде теріс сан. Жақсы, тамаша. Таңбалары әртүрлі екі санның қосындысы. Жақсы. Келесі, яғни мұнда да таңбалары әртүрлі екі санның қосындысының формуласын біз аяқтадық. Тамаша, жарайсыздар. Келесі тапсырма бізде өрнектер берілген. Егер осы өрнектер дұрыс деген болсаңыздар, плюс белгісін қоясыздар. Егер жауаппен келіспейтін болсаңыздар, онда дұрыс жауабын жазып, жанына жазып қоясыздар. Яғни бірінші өрнекте минус 1,175 плюс 1,175. Қосындысы нөлге тең. Жақсы, тамаша. Минус 12,5 пен минус 10 сандарының көбейтіндісі минус 1,125. Яғни бұл бізде қате жауап, дұрыс жауабы 125. Минус 2,2 қосу 3,5 тең минус 1,3. Яғни бұнда жауабы қате екен, дұрыс жауабы 1,3. Жақсы, келесі минус 12,12 плюс минус 0,178. Бұнда тең минус 12,9. Жауап дұрыс.
келесі -9 пен 6 сандарының көбейтіндісі 54. Яғни бұл жерде қате екені көрініп тұр. Біз нені білеміз? Таңбалар әртүрлі сандардың көбейтіндісі теріс сан болатындығын білеміз. Тамаша. Келесі -4-тен 1 бөлу -24-тен 8 тең 4-тен 3. Дұрыс жауабы бізде 12-де 1. Сонда бізде жақсы. Келесі тапсырма әр мысалдың жанында әріптер жазылған. Бұл әріптер көмегімен ең алғаш рет теріс сан ұғымын енгізген ежелгі үнді математигінің аты жасырылған. Тапсырмаларды орындап, жауаптарын өсу ретімен сәйкестендіріп кестеге жазатын болсақ, біз осы математиктің кім екенін таба аламыз. Дайынбыз ба? Онда іске сәт кірісеміз, балалар. Бірінші, -5 пен 9 санының қосындысы, жауабы 4. Тамаша. -11 және -3 тең -14. Өте тамаша. -10,5 плюс 20,5. Жауап бізде 10. Тамаша. -8,5 плюс 3,5 тең -5. -4 -10 тең. Жауап 6. Жарайсыздар. -24 плюс 49 тең 25. Жақсы. -10,7 плюс 30,7 тең 20. Тамаша. 2 қосу 1 тең 3. -19 плюс 10 тең -9. 6,9 плюс -6,9. Тамаша. Біз нені білеміз, балалар? Қарама-қарсы сандардың қосындысы 0-ге тең екендігін білеміз. Тамаша. Минус жақшаның ішінде -7 плюс 4,5 тең 11,5. -7 плюс 11 тең 4. Енді жауаптарымызды тексеріп көрелік. Бәрлеріңіздің жауаптарыңыз осындай шықты деген сенімдемін. Олай болса, бұл тапсырып жаңағы шыққан жауаптарды, нәтижелерді біз өсу ретімен орналастыратын болсақ, және кестеге жазатын болсақ, біз жауабы Брахмагупта, яғни үнді математигінің атын шығардық. Тамаша. Жарайсыздар. Келесі кезекте, балалар, рационал сандарға амалдар қолдану үшін біз нені білуіміз керек? Біз арифметикалық амалдардың орындалу ретін білуіміз керек. Біз 5-ші сыныпта, яғни натурал сандарға амалдар қолдану, амалдардың орындалу ретін біз білеміз. Екінші кезекте рационал сандарға амалдар қолдануға берілген есептерді шешу әдістерін білуіміз керек. Үшінші, тиімді әдісті таңдай білу және есептің шешуін математикалық тұрғыдан сауатты жаза білу. Бұл сіздерден осы рационал сандарға амалдар қолдану үшін осындай білік пен білім дағдылары сіздерден талап етіледі. Келесі тапсырма рационал сандарға амалдар қолдануды үйренейік. Яғни, бізде өрнек берілген. Осы кезекте, балалар, біз бірінші кезекте қай амалды орындайтын едік? Тамаша. Бірінші кезекте біз 25 қосу -36 қосындысын орындап аламыз. Тамаша. Енді кезекте біз осы шыққан санды 74-ге көбейтеміз. Келесі кезекте -264-ті көбейтеміз осыдан шыққан жақшаның ішіне шыққан санға. Шыққан нәтижеден біз 145-ті азайтамыз. Сіздер, балалар, олай болса, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті әрі қызықты болды деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі сабақта біз не үйрендік, не туралы білдік. Қазір біз кері байланыс парағын толтырып маған жібересіздер. Сабақ өте жақсы, ұнады, бар мүмкіндігін пайдаландым деген белгішені таңдағандар осы белгіше сабақ ұнады, өз мүмкіндігінше қатыстым. Әлі жұмыс жасауым керек. Осы түрдегі кері байланыс парағын маған жіберулеріңіз сұралады. Олай болса, сау болыңыздар.